Баршаңызға сәлем, қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай әдемі екі түрлі хит пирогты бір ыдыста бірге пісіретін боламыз. Егер де сізге екі түрлі пирогтан, бірақ аз ғана мөлшерден керек болса, дәл осылай жасап көріңіздер. Және де айта кететін жайт, бұл жерде қамыры да өзгеше ашытқа қосылып жасалатын татарлардың оригинал рецепті бойынша жасалады. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен жылы суымызға қант пен ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 10 минут 15 минутқа қойып қоямыз. Яғни бұл біздің апарамыз. Апара дайын болғанша сары майымызды ұнға мала отырып, үкіштен өткізіп, осылай қолымызбен үгітіп, ұнтақ жасап аламыз, яғни крошка. Осы уақытта біздің апарамыз осылай бетіне шапочка түзіліп дайын болып тұрады. Үстіне бір жұмыртқамызды, тұзымызды салып, араластырып жіберіп, қамырымызға, яғни ұнымызға құйып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды шамамен жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Бұл жерде мен екі пирогтың қамырын дайындап жатырмын, ал описание бөлімінде бір пирогқа арналған мөлшерлерін жазып кететін боламын. Біздің қамырымызды ашытқы қосылған болғандықтан осылай әдемі болып көтеріліп дайын болады. Осылай бір илеп жіберіп екіге бөліп алдым. Айтқанымдай, біреуін ғана қолданатын боламыз. Егер де сізге бұл рецепт ұнамаса, басқа песочный тестоның қамырының рецепті менің каналымда бар. Қазір жоғарыдан шыққан сілтеме бойынша да жасап көрсеңіз болады. Бұл қамырдың ерекшелігі осылай оқтаумен жаямыз, яғни қолымызбен біртіндеп түзулетіп тұрмаймыз. Осылай теп-тегіс болып бір оқтаумен тезірек жайып алып, тек осылай формамызға орната саламыз. Әдеттегі песочный тестодан қарағанда өте тегіс орналасады. Артық жерлерін кесіп тастап, қамырымыз көтеріліп кетпес үшін осылай вилкамен әр жерінен тесіп шығамыз. Енді ортасын бөліп тұратын екі пирогтың мен осындай картон қағазын қолдандым. Сыртын целлофанмен аурадым, яғни целлофанға картонымды кигізіп қойдым. Дәл осылай менің формама дәл келетін картонды алдым және осылай орналастырдым. Ешқандай құлап кетпейді. Енді екі салмамызды дайындайық. Бұл жерде бізде карамельный пирогтың салмасы, сгущенка жұмыртқа қаймақтан тұрады, ал мына жерде сметаниктің салмасы. Бұл жерде сметана, яғни қаймақ, қант және де жұмыртқадан тұрады. Екеуінде осылай жай ғана венчикпен бір келкі болғанша араластырып аламыз. Мен барлық мөлшерлерін астына описание бөлімінде жазып кететін боламын. Енді екі салмаға да осылай шамамен жарты ас қасықтай жүгері крахмалын салып шықтым. Бұны салмаса да болады, ал салса сіздің салмаңыз тезірек қатып бірігіп, яғни тезірек дайын болады. Осылай екеуін бір уақытта екі жағынан құйып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ. Бұл қонақ шақырғанда өте тиімді әдіс. Осылай бір сілкіп жіберіп, ақырындап бүлдіріп алмастан картонымызды аламыз. Енді осылай пешке салып жіберсеңіз де болады, немесе осылай қамырын мен сияқты әсемдеп шықсаңыздар болады. Осылай мен пышақпен кесіп алып, екеуін өру арқылы әсемдеп шықтым. Бұл жасау міндетті емес. Енді пирогымызды 180 градус қызып тұрған пеште 50 минуттай пісіріп аламыз. Сонан соң міндетті түрде толықтай суығанын күтеміз. Шамамен 5-6 сағат, тіпті бір түн кетуі мүмкін. Міне осындай дайын болды. Формадан өте оңай алынады, өте керемет біріккен, өзінің формасын ұстайды, ешқандай да ағып кетпейді. Енді бетіне әсемдік үшін қара жағына кокос шантақтарын, ал ақ жағына осындай шоколадный глазурь, яғни дайын осындай посыпкаларды қолданып әсемдедім. Міне қараңыздар, қандай идеальный болып шықты, кәдімгі көзге әдемі көрінеді. Қонақтарыңызға да, тіпті сатуға да ұсынсаңыз ұялмай ұсынасыздар. Енді бірге ортасын кесіп көрейік. Міне осылай оңай кесіледі. Ортасы біріккен, дәмі керемет. Екі түрлі қамырмен де жасай берсеңіз болады. Бұл начинкадан басқа творожный пирогтарда осылай біріктіріп жасай берсеңіз болады. Жай ғана салманың керекті мөлшерін екіге бөліп, яғни жартысын ғана қолданасыздар. Міндетті түрде менімен жасап көріңіздер, сіздерге пайдалы болдым деген үміттемін. Егер видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Маған қолдау ретінде каналыма да тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.